Мынау Қарақия ойпаты 116 метр деңгей төмендікте әлем бойынша да. Енді мына келе жатырық. Мынау Северный Корея деп, мынау кешіресіздер. Северный Қарақия мына жағы. Міне Северный Қарақияда Корея деп атырмын, шатасын. Мына жерде терминалдары бар, ана Қазтрансойлдың. Сол нефті өндіреді бұл жерлерде да. Мына көрсетейін, мына қолым ұшында тұр ғой, анау терминалдар. Сол Қазтрансойлдікі болу керек негізі, мен ойымша. Тағана алыста да бар, Северный Қарақия. Мұнай өндіреді мына жағында. Енді тағы айтатын болсам, мына қырдың ар жағында, міне қолым ұшының ар жағында уран өндіреді. Шатаспасам бар ғой, точно солай болу керек енді. Білсеңіздер, комментарияға жаза кетерсіздер. Негізі байлықтар көп нарда бар ғой, Маңғыстауда. Сол ойымды айта берейін да енді, аз-маз естіген, білген, көрген деген сияқты. Мына Батыр ауылға жақындап қалған кезде, мына жерде Істілеу атаның қорымы, бейіті бар. Мына жерде басында шырақшысы бар бұл жерде. Енді о тарихын тереңірек біліңкіремедім, Істілеу атаның осы арада бейіті міне. Мына жерде шырақшысы бар, мына үйде, мына яғында. Көрсеттім ба? Енді осы ана қырдың ар жағы Батыр ауыл болып кетеді, оң жағы Батыр ауыл яғымыз. Ане қырдың ар жағында. Мына мен қолым ұшында қыр тұр, сол қырдың ар жағы Батыр ауыл. Жаңағы мен айтқан Қазтрансойлдың терминалы, не ұрайын. Міне терминал. Шамамен 1-2 километр осына жолдан. Содан әрі қарай Северный Қарақия. Ардамын шайхана ма? Кемпинг дейді ғой, демалыс орны. Жолда келатқанда демалатын орны. Жаңа мен айтып отқан Батыр ауылы міне басталды оң жақта. Үйлер, участоктердің бәрі Батыр ауылы. Ақтаудың бір шеті бұлда жер үйлер керек. Жобамен енді қазір Ақтауға бір 30 километр қалды. Мына жерге де сигнал қойған. Жолдың үстіне алдымызда пешеходный дорога деп қойған. Жүргізушіге сигнал қойған ғой енді. Қалаға кіріп келе жатыр. Населенный пункт дейді ғой, орысша айтқанда. Алдымызда 30 километр. Ақтау. 25-30 километр. Подписаться басып, қоңыраушан басып қойыңыздар. Өйткені мен алдағы уақыттарда жаңадан видео салып отырам. Соны бақылап отырасыздар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке.